Біз күнделікті өмірде көптеген шешімдерді қабылдап отырамыз. Бірі кішкентай маңызсыз болса, енді бірінің біздің өмірімізге деген әсері зор. Мысалы, кімге дауыс беруім қажет, диетаға отырсам ба жоқ па, немесе хабарламаны жіберу мені миллионер етеді ме? Шешімдердің сан алуан түрлі болуы бізге әрбір жағдайда мінсіз шешімдерді қабылдауға кедергі келтіреді. Бірақ біздің дұрыс шешім қабылдау мүмкіндігімізді арттыруға арналған тәсілдер де аз емес. Соның ішінде сыни ойлау ең тиімді әдістердің бірі. Бұл сұрақты барлық тұрғыдан қарастыру тәсілі, яғни жағдаятты жіті әрі ұқыпты зерттеп, аға тұстары мен мәселелерді назарға алу арқылы ең ұтымды деген шешімді қабылдау. Сындық тұрғыда бұл мәселе негативті көрінсе, демек шынында да ол солай. Сыни ойланатын адам дұрыс сияқты көрінген шешімді қабылдай салудың орнына, алдымен барлық мүмкін нұсқаларды ой сарасына өткізіп, талқыға салуды жөн көреді. Олар қолда бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып, ең пайдалы және сенімді ақпараттан басқаны сызып тастайды. Сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың көптеген әдісі бар. Дегенмен мына 5 қадамнан тұратын тәсіл сіздің кез келген мәселеңізді шеше алады. Бірінші, сұрақ қойыңыз. Басқаша айтқанда, не іздегеніңізді біліңіз. Бұл қарапайым нәрсе болып көрінгенмен, әрдайым сұрақ қою оңай бола бермейді. Мәселен, егер сіз диетаға отыру жөнінде ойланып жүрген болсаңыз, 2 апта ішінде нәтиже көру факторы сіздің осы іске итермелейтін жасырын себептердің бірі болуы мүмкін. Көздегеніңіз салмақ тастау не дұрыс тамақтануға деген талпыныс шығар. Қандай да болсын, өз мақсатыңызды айқын білу өте маңызды. Өйткені мақсатты айқындау аталмыш шешімді сыни талқыға салуға жағдай жасайды. Өз қалағаныңызды ой елегінен өткізу сізге бұл диетаны ұстау үшін мәнде керек пе жоқ па деген сұраққа жауап табады. Екінші, ақпаратты жинақтаңыз. Ақпарат деген көп. Сондықтан сұрақты нақты түсіну сізге не маңызды екендігін анықтауға көмектеседі. Егер сіз диетаны өз тағамдану режиміңізді жақсарту үшін ұстайтын болсаңыз, маманның не өзге адамдардың көмегіне жүгінуіңізге болады. Ақпаратты жинақтау әртүрлі нұсқаларды таразыға салып, қай шешім тиімді болатынын анықтайды. Үшінші, ақпаратты қолдану арқылы сыни сұрақтарға жауап табыңыз. Шешім қабылдау барысында өзіңізге қандай тұжырымдамалар бар, қандай болжамдар бар, ақпаратты интерпретациялау логикаға сай келеді ме деп сұрақ қойыңыз. Мысалы, сізге миллиондар ұсынатын хабарлама жайында хабарлама туралы көзқарасым қандай нәтиже береді? Хабарлама жіберуші шынын айтып тұрғанына сену керек пе? Дәлелдемелерге сүйене отырып миллионды жеңе алатын ақылға сияды ма деген сұрақтарға жауап табыңыз. Төртінші, шешіміңіздің салдарын қарастырып көріңіз. Дауыс беру рәсімін елестетіп көрейік. Сіз жанармай құнын арзандатамын деп уәде еткен политикалық тұлғаға дауыс бердіңіз делік. Бір қарағанда бұл керемет ұсыныстай көрінер. Дегенмен бұл уәденің қоршаған ортаға деген әсері жайында не ойлайсыз? Жанармайдың қолжетімді бағада болуы ауаның жаппай ластануына алып келетіні ғажап емес. Бесінші, өзге көзқарастарды зерттеп көру. Неліктен көпшілік оппозициялық ұстанымдағы кандидатты қолдауға құмар деген сұраққа жауап таба аласыз ба? Сіз кандидаттың пікірімен келіспеген күннің өзінде әрбір пікірлерді өзге қырлардан қарастырып көру арқылы не себепті кейбір политик мамандардың ойы сіздің көзқарасыңызбен сай келмейтінін аңғара аласыз. Бесінші кеңес сізге баламаларды талдауға, барынша негізделген шешімді қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл 5 сатылы процесс тек бір құрал ғана, және бұл біздің өміріміздегі қиын шешімдерді жояды деген сөз емес. Бірақ бұл әдіс қолайлы әрі оң шешімдердің санын көбейтуге көмектесе алады. Сыни ойлау бізге ақпараттық теңізінде нақ өзімізге қажетті дүниені табуға жол ашады. Сонымен қатар, сыни ойлау әлемдегі әр нәрсенің байыбына жетуге көмектеседі.